Senin вообще оқымайтын класстастарың. Манас жетатанды білесің ба? Апай, мен 4 ақ атамды білем, сонда жетесізбін ба? Жоқ, сен төртесізсің а? Есіңіз апай, туалетке барып келсем бола ма? Кішкене соны мәдениетті қылып айтсам болады ғой. Мәдениетті. Ғафу етіңіз, Диана Серікбаева. Әжетханаға шығып келсек, рұқсат па екен? Не дед? Ремонтқа ақша бердің ба сен? Бердім апай. Қалтамда 570 теңге бар тұғын, соңғы тиынын бердім апай. Бердің ба? Бердім кәдімгі. Манас сабақ айт. Ежелгі адамдар андай ол кезде үтіктеген мүлдем болмаған, андай шаштары өсіп, алба жылба болып жүре берген, тырнақтары өсіп кеткен, и сосын олар вообще сөйлей алмайтын болған. Төбелестегі жігіттердің типтері. Яғып, братан, не болды? Все, мирный шешілді конкретно. Мирный емес, қырылу керек аналармен, братан. Ақ қоятын массы бар ғой мына жұртта. Паразым шығасың ба? Шақырам ғой. Жоқ, братан, болды ғой, қоланыс болған шығарсыңдар. Қалай менікі дұрыс емес, сендер. Қанды жақындама, атшы көре салам, маған бәрі. Не бар сінде? Насыбай бар, не болды? Братан, не болып кетті? Тас қанш! Кетті ма? Кетті, қаш кетті. Енді ерегіспеңдерші. Сөйлесін, нормально жібереді ақ. Бөле, қалайсың? Родной бөле, амансыңдырлық қойсын. Асан, досың ғой мен. Біргесіңдер ма? Біргеміз ғой. Өзіміздің балалар ғой. Нормально. Төбелеспеңдер. Төбелесіңдер ма, мына жер полиция шақырам. Тез тарқаңдар. Қайт бол, үйіңе. Бергелі. Күйте. Детектив Респект. Евроремонт. Үйден көмірдің иісі шығып тұр. Соған қарағанда, девушка из Караганда осы жерде жататын сияқты. 570-тен бердің бе? Бердім. Сұрадым өзі? Сұрады, мен 570 теңге бердім. Бердің бе? Бердім. Ол қыз қайда енді? Жатыр әле. Нана, стай тұр. Қазір келем, Фу, не жылытқасың да жерге? Бұршайымның жүрегі. Жылды ма? Жоқ. Абсесел жылмайды ол. Фу, сасып отыр ғой. Не картина мынау? Японская картина ғой. Не түсіргесіңдер мына мен? Японский видео. Қайсы ана бұлдырлап тұратын ба, бір шал кетіп келеді дейді. Жоқ, клип. Точно ма? Иә. Көрсетші. Осындай дейді ғой. XX Temptation бар ғой. Негізі тірі болса білесіңдер ма? Недавно пост салды ғой Инстаграмда. Ена телефонмен политика айтып сөйлесіп жүрмеңдер, бәрінде прослушка бар. Тыңдап отыр бәрі. Мынандай тәпішкелер бар ғой. Қытайда мусордан жасалады дейді ғой. Мусор киіп жүрсің ғой, сен білесің бе? Кока-кола деген жазуды керісінше оқысаң ше, дінге қарсы бір жазу шығады дейді ғой. Ішпеңдер сол, болмайды. Жеңді бүйтіп қысасың ғой, сол томпайып шығады ғой. Сол сенің балаларының саны ғой, білесің бе? 91 массон ғой, негіз білесің бе? Клиптердің бәрінде үш бұрыш, бір көздер, сондай бірдеңелер қойып қояды. Сенің орысшасы өте нашар, родной. Привет, как дела деймін ғой? Сонымен? Норм, ты как, чё делаш деп жазып жерген ғой? Не істедің? Не айтамын білмей, я спала деп ұйықтап қаласың. Машинадан қанша қалдың? Здравствуйте, не знаете, где магазин находится? Вот улица и чуть оңға и на... Эй, брат, чуть подальше есть вот. Прямо иди. Ага, все. Малсың өзім айтайын деп отырмын ғой? Мына жерден не деп тұр? Еламан идет, подождем вечером. Типа, Еламанда идет деп тұр ғой, короче. Нашар адам деген сияқты келтірген ғой. Все, поняла. Поняласын десе? Понял деп айтады ол деген. Қызды ол поняла дейді. Мен қызбен сөйлесіп жатқан жоқпын ба? Давай, поняла, все. Поняла? Ой, үйретпей ақ қойшы қыздарға, білемін мен. Мә, қызымды ренжітіп алдым, не істесем болады досым? Родной, бүйтіп жазыршы. Если ты меня не любишь, то я тоже нет деші, алдыңа тізерлеп келеді ғой. Серьезно ма? Еркекші бар. Сіп серьезно? Серьезно, мен кәдімгі тексеріп